айтып тұрған сөзін. Мен саған көрсетем. Мен кім екенін білмей жүр екенсің сен. Менімен көп ойнама сен. Динара Сәтжан, Чайка, нөмір 1 Қазақстандағы. Мә, деловая колбаска ты вообще. Өздерің тілдеріңде. Кто ты такая мен ауруға тенейтін вообще? Давай менімен бірге осы сөзіме жауап берем. До конца барам мен. Бүкіл Қазақстан сылтаумен көтеріп тастайын бір жолата. Ақ пен қараның айқасын көрсетейін мен саған. Мені көп тілімді қышпаңыздар. Қазақстанның қыздарының бұзылуы намысын қорғауға мен керек болсақ өз қолыма алатын болам. Сенекі Чайкаға ешкімді жем қылдыртпаймын. Тоқтатыңдар екеуің вообще. Сенде тоқтататын бір намыс жоқ адам жоқ па не Қазақстанда? Қара бұны. Сендердің сөздерің сөйлеп жатқан сол өздерің сияқты жегі жүрісті әйелдер. Намысы жоқ. Любой сөзің менімен до конца бар. Міне айтатын сөзімді айттым бүкіл. Енді менімен істейтіндерді екеуің істеңдер, давай көрейін. Мен де до конца барам. Давайте. Көрсетейін мен сендерге не болған сосын. Ойнайтын адам тапқан екенсің, ырыс балаға тиісіп. Мен тиіссем Қазақстанды бұзатты адамдарға тиіссем. Бастарын алып жүре алмайтын адамдарға тиіссем. Түсінікті ма сендерге? Сендер сияқты тойынған қатындар емеспін мен. Намысым өз орнында тұрған адамын. Шіруха нағыз. Жап аузыңды. Істейтіндерді мен айттым ғой. Жазып алып жіберіңдер ана әйелге. Маған до конца барсын. Көрсетейін мен оған. Әйелдердің намыстарына. Орамалымызды сыйламаған үшін. Мен ауруға тенегіші жауап бересің, Динара Сәтжан. Динара Сәтжан жауап бересің, мен сені аямайым енді. Екі дүниенің, о дүниенің бар екенін көрсетем саған. О дүниенің бар екенін көрсетем саған. Шайтандар нағыз. Жын ойнақтар нағыз жүрген. Жатқан жыланның құйрығын басып шолма сене. Мен Қазақстанда сенде сонда намыс жоқ, намысы бар, аналар жоқ деп ойладыңдар ма не? Бетімен кеткендергіл. Мә, менің намысымды қозып, мен бұларды құрсыншы деп жүрсем, мені жазып қойып сөйтіп. Издевать ететін адам тапқан екен сене. Көрсетем. Шаян ұялып берді деп, маған тіл тигізу дұғар не? Ол баян ұялып берсе, баяғдан да алып беру бат, әлі де алып беру бат. Олардың бір құлағына тарған сырғасының өзі бір-бір үй тұрады. Оның сумкасы сондай тұрады. Сондықтан ол шамалы болса да ұят айқайлап біз айқай шығарсын, шамалы ұяты бар екен қайтып. Онда ұят жастар еще көп бізде. Телефонға салып мақтанғанда жақсысыңдар. Мен 10 мың теңге алам, оның отчетін күнде берем. Міне мынау Астанадағы 1 миллион төлеймін. Оның ақшасы кейде шығады. Оған самолет кіреді, оған жұмысшы кіреді. Бір 10 мыңға қол аяғын сындырып тұрып салып берем. Сол ақшамен мен 18 үй алып бердім, Аллаға шүкір. Өз 5 мың 10 мың алған кезінде. Одан артық бір тиын да алып көрген жоқ. Мен құлағыма ондай сырға тақпаймын, бас тарттым сол сырғадан. Сол сырғаға мен, мысалы, олардың бір сырғасы 20 миллион, 100 миллион тұрады тіпті керек. 5 адамға ұялуға. Сондықтан көп баян шаянға бір маңдай берудің қажеті жоқ. Оны айтпаса еще сөз жетім. Мен айтқан үшін мен мазақтаудың қажеті жоқ сендер.
Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Менің анау манап деген аккаунтым полностью блокқа кетіп қалған, өмір бақи. Заблокирован аккаунт. Ендігі таңда мынау айтайын деп жатқаным, хан, мен түсінем, қазір сен полный аккаунтымды блокқа лақтырып, полностью жаңағы не жасатып жатсың ғой енді. Это все правильно, жақсы жаман түсініп тұрмын, что сен де өзіңді ақтағың деп. Просто мен саған конкретно айтайын. Ерлі зайып адам ондай видео жасамайды. Сен осылай қойып, видео түсіргенсің. Әйеліңді көріп тұр, сен де көріп тұрсың, е? 6, 7, 8 деп. Сен ана баланың көруіңді қой. Сенде мысалы 2 қыз, бірінші әйелінен 2 қызың бар, екінші әйелінен 1 қыз, 1 ұлың бар. Сенің балаңмен жасты бала қоя салғанда тірлігің болмайды сенің. 8 миллион моральдан өшіріп сұрап тұрған вообще ет нәрсе. Конкретно болатын болсақ. Сен здравый жігіт болып, бүкіл қазақ елінен кешірім сұрады, қоя сал. Баланың өзіне моральды өшіріп сен төлейтін боласың. Анау Жанақ Матиевке айтарым, не жеп умный боласың, сонша ма? Сен конкретно қарасайшы, не істеп жатқан олардың. Сен қаншама немді блокқа жіберсең де, видеомды и аккаунттарымды блокировать етіп тастасаң да, мен тоқтамаймын. До конца барамын саған. Шын айтамын. Тілімді көрдіңіз ба? Мен язык без костей. Орысшада, қазақшада айтайын ба? Тілімнің сүйегі жоқ. Тілімді ұстай алмайсың, тілімді кесіп таба алмайсың сен мен. Аманшылық, қазақ елі.